16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Тәуелсіздік баға жетпес байлық. Тәуелсіздік елдің қасиетті құндылығы. 16 және 17 желтоқсанда Қазақстанда ұлық мереке тәуелсіздік күні атап өтіледі. 1991 жылы осы күні Қазақстан президенті Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заңға қол қойды. Республика өз аумағында толықтай билік ете алады, ішкі және сыртқы саясатын өзі анықтайды және жүргізетін тәуелсіз демократиялық және құқықтық мемлекет статусына ие болды. Қасым-Жомарт Тоқаев: тәуелсіздіктен асқан құндылық жоқ. Оны қадірлеу баршамыздың қасиетті борышымыз. Бұл мереке бүкіл халқымызға ортақ, тәубенің тойы, мәртебенің мерекесі деп атап кеткен. Тәуелсіздік туралы қызықты деректер. Нұр әлем, ең үлкен сфералық ғимарат. Хан шатыр, ең үлкен шатыр. Көктөбе, теңіз деңгейінен биік ең биік телемұнара. Медеу, ең биік таулы мұз айдыны. Байқоңырдан тұңғыш рет адамзат баласы ғарышқа ұшты. Қазақстанның жер қойнауында Менделеев кестесінің 99 элементі бар. Әлемдегі бейбітшілікті жақтаушы және ядролық қаруды таратпауды көшбасшысы. Инвестициялау үшін тартымды елдер. Мұнай өндіретін ірі елдер. Бидайды экспорттаушылар. Көмір қоры. Сонымен қатар Қазақстан аумағы бойынша 9-шы орында орналасқан. Жаужүрек мың батыр. Олар өз ұлтының намысы үшін соңына дейін күресті. 1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Бірақ қазақ енді шыдамады. Қазақстанның басшылығына бұрын соңды қазақ жеріне аяқ басып көрмеген, жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? Көкейді тілгілеген осы сұрақтармен 1986 жылдың 17 желтоқсанында Алматының бас алаңына қарай ағылған қазақ жастарының ойында үкіметке қарсы көтеріліс жасау атымен болған жоқ. Әр республиканы өз көсемі басқарсын, ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген ұрандар ғана көтерген олар, қарусыз, қамсыз күйде өктемшіл билікке наразылықтарын бейбіт түрде жария етті. Бірақ менмен билік қол астындағы бұратана ұлттың өзіне қарсы пікір айтып, бас көтере қалғанына жыландай жиырылды. Алматыға республиканың басқа қалаларынан арнайы бөлімдер және Ташкент, Фрунзе, Челябин, Новосібір, Свердловск, Тбилиси, Уфа қалаларынан әскери күштер жеткізілді. Ұлт намысын жоқтап, көкейдегісін билікке ашық айтқан үшін ғана темір таяқтарға жығылып, сапер күректерінен өлімші жараланған, шаштан сүйреліп,
іштен тепкіленген, қақаған аязда тастай суық сумен атқыланып, өрт сөндіргіш көліктердің табан жолында тапталған, улы газға тұншықтырылып, итке таланған, аяусыздықпен арыз орланған қазақ қыздары мен намысы қорланған қазақ жігіттері оқиғадан соң жаппай қудалануға түсті. Бүкіл одақтық орталық теледидар 18-19 желтоқсанда қазақ жастарын ұлтшыл, бұзақы, маскүнем, нашақор деп айыптап, газет басылымдары да осын айтып, өдере шулап жатты. Желтоқсан қозғалысына орай жалпы 8500-дей адам ұсталып, 99-ы түрлі мерзімге сотталды. Жүздеген адам әкімшілік тәртіпте жазаланды. 300-ден аса жас жоғарғы оқу орындарынан, 319 адам жұмыстан, 52 адам партия, 758 адам бүкіл одақтық Ленин комсомолы жастары қатарынан шығарылды. Төлқұжаттарына бүлікші таңбасы басылған олар енді бұлай қара жұмыстан басқаға алынбайтын болып, ата-анасы, туған туысымен қоса қуғын сүргінге тап болды. Оқиға құрбандары жайлы ақпараттар жым-жылас жойылып, қайрат сынды қайран жас жаланың жолында мерт болды. Шерушілерді кінәлау мен жазалауда белсенділік танытқандар билік тарапынан жасырын марапат алып жатты. Кеңестер үкіметіне қарсы бұрын соңды құлақ естіп көз көрмеген үлкен көлемдегі бұл демократиялық көтерілістің шындығынан, республиканың нағыз саяси ахуалынан жалпақ әлем бейхабар жатты. Елімізде ол оқиға жайлы айтуға, жазуға тыйым салынды. Қазақстандағы сол қаралы 3 күнге тікелей күнәһар билік басындағылар оқиғаға орай тек жалған мағлұматтар берді. Геннадий Васильевич, были ли жертвы? Не было. Кроме того, что опубликовано, никаких жертв не было. Онысы үшін ешкімнен ықпады, ұялмады. 1985 жылы Кеңестер одағы Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына сайланған Михаил Горбачев Кеңестер одағында ең жоғарғы орган съезд деген реформа қабылдады. Кез келген мәселені талқылауға толық құқысы бар съезд одақ бойынша 1 жылда 2 рет өтетін болып, съездің негізгі жұмыстарымен съезде сайланған жоғарғы кеңес мүшелері айналысатын болды. Съезге халық депутаттарын сайлау ісі 1989 жылдың наурызында өтті. КСРО халық депутаттарының бірінші съезі 1989 жылдың мамыр айында басталып, дүние жүзіне тікелей арнамен тарап жатты. 1988 жыл ақпанда Таулы Қарабаққа таласқан Әзірбайжан мен Армян халқы арасындағы қақтығыс. Осы жылы бұрқ еткен Вильнюс көтерілісі. 1989 жылғы апрельде кеңестік биліктің саясатына наразылығын жасырмаған грузин халқының Тбилиси көтерілісі. Кеңестік билікке атамекенге оралу талабымен бас көтерген Қырым татарларының қозғалысы орын алды. Осы ұлтаралық шиеленістер кезек-кезек талқыға түскен съезден қазақ халқы күн сайын Алматыдағы желтоқсан оқиғасы жайлы ақиқатты күтті. Қазақстан делегациясы. Съезге көп ұлтты республика халқы өзінің ұлт арманын сеніп тапсырған 99 халық депутаты қатысуда. Бірақ Қазақстаннан барған 99 депутаттың ішінде съезд басталғалы 2 қайтара сөзге шыққандары болса да, желтоқсан оқиғасын ауызға алған бірі жоқ. Сірә Қазақстанда желтоқсан қасіреті болмағандай.
Желтоқсан-бірде ел тосқан түрде келетін мүлде жайдарлы. Сол жылы бірақ әдеттен жырақ көрінді шылық айбарлы. Тоңдырды мені, тоңдырды сені, желтоқсан желі ызғарлы. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні құтты болсын. Тәуелсіз елдің ұлы, өжет, қызы қайратты, халқы қаһарман. Тәуелсіздік баға жетпес нағмен. Кімде-кім өз үйінде амандықпен, ешкімнен қорықпай, дені сау және бір күндік тамақ ол таң аттырса, бүкіл дүние алдында жиналғандай болады. Бұхари. Тәуелсіздіктің тар жол тайғақ кешуінен, беттен қағар желінің есуінен тайсалмауына тиіспіз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Тәуелсіз елдің ұлы, өжет, қызы қайратты, халқы қаһарман. Егемен елдің еңсесі биік болсын. Қазақстан туралы қызықты фактілер. Қазақстан халқы әлемде шайды көп тұтынатындардың бірі. Жылына адам басына 1,5 килограмм шай ішеді екен. Салыстыратын болсақ, онда Индияда ол адам басына тек 0,7 килограммға дейін құрайды. Астана әлемдегі ең жаңа астана болып шықты. Солтүстік Қазақстан облысы Қазақстанда ауданы бойынша ең кіші облыс. Бірақ бұл Ақар 2,4 елін қосқанда Дания сыйып кетеді екен. 4 қосқанда. 5 бармақ индексі сатып алу мүмкіндігін айқындаудың ресми емес тәсілі. Ол үшін орташа жалақы әзірлеуге болатын 5 бармақ порцияларының санына тең. ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне мыналар кіреді. 3 мәдени ескерткіш. Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Алматы облысындағы Тамғалы петроглифтері және 3-ші Тянь-Шань дәлізіндегі Ұлы Жібек жолының объектілері. 2 табиғи объект. Сарыарқа, солтүстік Қазақстан даласы мен көлдері және батыс Тянь-Шань. Тәуелсіздік монументі 1996 жылы 16 желтоқсанда Алматыда тәуелсіздіктің 5 жылына қарай тәуелсіздік монументі салынды. Сәулет өнері республикалық алаңда орналасқан. Композиция ұлттық өрнекпен керілген текшелі діңгек тастан құралған. Монументтің биіктігі 28 метр. Алтын адам денесіндегі мүсіннің биіктігі 6 метр. Құрылыстың авторы топ жетекшісі Жохан Уәлиханов Сульшері. Сондай сәулетшілер Жарылғап Монтақбаев бас конструкторы Қалам